Баршаңызға қайырлы таң, достар. Міне бүгін біздің ауылдағы тағы да бір таңымыз атты. Менің жаңадан қосылған оқырмандарымның сұранысы бойынша тағы да түсіріңізші, ұзағырақ болсын деген ұсыныстарын орындайын деп шештім. Міне біздің таңымыз атты. Ауылдың көрінісі, осындай таңның көрінісі. Маған тіркелмеген оқырмандар маған тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Менде әрқашанда осындай ауылдың тіршілігі мен көрінісі және де арнамда әрқашанда бір рецепт болады. Міне біздің таңымыз осылай атады. Міне сиырларым менің күнделікті осылай сауатын. Қорамда тағы да бір-екі сиырым бар. Осылай сиырларымыз сауып, сүттерімізді осындай құралдармен өлшеп тапсырып бастаймыз. Енді бүгінгі менің жоспарымның бір бөлігі осы қорамның сыртын ақтап, аяғына дейін жеткізу және де басқа да жұмыстар болады. Ал енді сиырымызды сауып бастаймыз. Сиырларымызды сауып, малдарымызды өріске жіберіп, қойларымызды жіберіп, барлығын болғаннан кейін таңғы астың қамына кірісемін. Бүгін менің алдыңғы видеода менің қыздарым болып еді. Бүгін оларда демалыс. Өзім сауып, өзім малдарымды жіберіп, оларды таңғы ас дайын болғаннан кейін оятатын боламын. Міне өстіп сиырларымызды, малдарымызды өріске жібереміз. Одан кейінгі жұмысым менің таңғы ас дайындау. Міне бүгін бізде овсяный каша болады, ботқа. Осы кашамызды қойып, ары қарай мен бақшамды суарып, отбасын тұрғанша осы бақшаны суарып, таңғы астарын дайындап, барлық жұмыстарымды істеп аламын. Сосын барып, барлығын оятып, ары қарай да жұмыстарымызға кірісеміз. Міне біздің көкөністер, тәтті бұрыш, қызанақ, баклажандарымыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Менің арнамды, менің каналымды дамытуға үлестеріңізді қоссаңыздар, өте қуанышты боламын. Алдын ала рахмет айтамын. Алла разы болсын. Міне достар, менің таңғы асым дайын. Отбасымды оятып, таңғы астарын беріп алдым. Міне ендігі кезекте менің жұмысым, біздің бұл жазғы үйіміз. Осында көшеміз жазда. Осыны маған бүгін ақтап, уборкасын жасап, жинап алу менің мақсатым. Міне достар, үйімді жинап, осы жазғы үйімді ақтап, жинап, полдарын жуып, паластарын қағып болдым. Осы ретке келтіріп алдық. Ендігі уақыт, түскі астың уақыты келіп қалды. Түскі аста мені әрқашанда құтқаратын бүгін етсіз тағам болады, өйткені уақыт тығыз болғандықтан. Міне мені құтқаратын тағам бүгін менің қуырылған картоп. Менің бала-шағаларым сүйіп жейді оны. Сондықтан да бүгін түскі аста етсіз қуырылған картоп болады. Өстіп бақшамнан қазып, свежий картоптан түскі астан етін боламын. Свежий картопты сары майға қуырса өте дәмді болады. Сондықтан бүгін осыны картопты қуыратын боламын. Ал достар, міне картопымды мен тазалап, жуып, турап алдым. Өстіп табаға майға қуырып, қызартып, отбасым түскі астарын бердім. Міне достар, біз түскі астан шықтық. Міне мен екі ұлым, ұлдарымда менің көмекшілерім анасына көмектесіп жатыр. Бізде ауылда бос жүретін адам болмайды, бала-шағаға дейін осы тіршілікпен айналысамыз. Ал менің бүгінгі мақсатым, міне түскі астан кейін осындай жаңа қораны, айтқан қорамды ақтап, соны соңына дейін бітіру менің мақсатымның бір бөлігі. Осыны соңына дейін жеткізіп, ары қарай осы ақтап болғаннан кейін де уже кешкі уақыт таяп қалады. Менің қыздарым үйдің жұмысымен, мен осы даланың жұмысымен айналысамын. Міне достар, сағат 6-ның кезі, міне біздің қойымыз келе жатыр табыннан. Анау алыста жүрген менің екінші қызым
Оның мақсаты біздің отбасымызда осы қойдың түгелдеу, қойдың алдына шығатын осы менің екінші қызым. Ал енді сағат 7-нің кезі маған кешкі астың қамын ойлау керек. Кешкі асқа біз плов істейтін боламыз. Кешкі асымызды қойып, мен сіздерге бүгін бір рецепт түсіремін деп айтқан болатынмын. Ал осы кешкі астан кейін мен сиырдың уақытына дейін осындай сіздерге рецепт түсіруге дайындаламын. Міне осындай өте дәмді, жұмсақ, торттан ешқандай кем емес пирог дайындайтын боламыз. Енді ең бірінші кезекте оның кремін дайындаймыз, бетіне жағатын. Ол үшін бізге сүт, ұн, крахмал және қант керек. Осылардың барлығын араластырып, жақсылап отқа қоямыз қыздыруға. Мөлшерін барлығын описанияға жазып қоямын астына. Міне осылай сүтіміз, біздің креміміз ысы бастаған кезде қоюлана бастайды. Қоюланған кезде үстіне 150 грамм комнатный температура, яғни бөлме температурасындағы сары майымыз салып, араластырып, майы толық ерігенде креміміз біздің дайын болады. Осындай қоюлықта болу керек. Міне майымызды салдық, әбден еріген кезде креміміз біздің дайын болды деген сөз. Сол кремімізді алып, бетін пищевой пленкамен әбден суығанша жауып қоямыз. Оған дейін біз пирогымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Енді осы қамырына бізге жұмыртқа мен қантты жақсылап тұрып, көбік болғанша миксерлеп аламыз. Осылай міне көбіктенгенде оның үстіне сұйық майын құйып, тағы да араластырып, оның үстіне сүтін құйып араластыратын боламыз миксермен. Енді миксерлеп болғаннан кейін үстіне мен ұн мен какаомды бірге қосып қойдым. Осыларды екі бөлікке бөліп, миксерлеп, үстіне қопсқышымыз салып, әбден дайын болғанша миксерлейміз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қоюлықта болу керек. Енді формамызды маймен жағып, дайындап, осы формаға қамырымызды құйып, 180 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз. Өте дәмді шығады достар, дайындап көріңіздер. Міне біздің қамырымыз, біздің пирогымыз пісті. Енді осының үстін зубочисткамен немесе ағаш шпажкаларыңыз болса, үлкендеу тесіктер болса тіпті жақсы. Менде осындай зубочистка, осымен көбірек барлық жерден тесіп шығамыз. Өйткені оның үстіне біз сүт құятын боламыз. Әбден сіну керек. Мен достар 400 грамм үстіне сүт құямыз. Менде жаңадан піскен сүт. Ол міндетті емес. Өздеріңізде қандай болса да құя бересіздер. Салқын болса да ештеңе етпейді. Міне достар, мен пирогымды қойып қойдым. Енді кешкі малдың уақыты болды. Осылай сиырларымызды сауып, ары қарай кешкі астарымызды беріп, одан кейін пирогымды аяқтайтын боламын. Міне осындай кештің көрінісі. Ал кешкі асымызды беріп, мен үйге кіріп, осылай сіздерге пирогымды аяқтайын деп дайындалдым. Міне осылай үстіне кремін жағып, тегістеп, және де үстіне какаомызды сеуіп, пирогымызды дайындап қоямыз. Оны мен холодильникке таңға дейін қалдырамын, ертеңгі күнге дейін. Әбден сініп, дәмі өте ерекше болып тұрады. Түнге қалдыруға міндетті емес, бір 2-3 сағатқа қойсаңыздар да болады. Мен күні осылай кешке істегендіктен таңға дейін, таңғы асқа дейін тұра берсін деп қалдырдым. Міне осындай болады достар, пирогымыз дәмді, өте әдемі болып шығады. Міне біздің екінші күнгі таңғымыз атты пирогымды таңғы асқа дайындаймын. Осылай кесіп, көріп, сіздерге көрсетемін. Достар, өте дәмді, влажный болып, ішіне сүт құйғандықтан жұмсақ болып тұрады. Бұл турецкий кекс деп аталады, влажный кекс. Торттан ешқай жері кем емес. Дайындалуы да өте оңай. Балаларым өте жақсы көреді осы пирогты. Дайындап көріңіздер, міне осындай әдемі болып шығады. Дәмі өте керемет. Менің жанымда балаларым осылай дегустатор болып менің қасымда тұрады. Видеоға түсіруге ұялғандықтан түсірмеймін. Міне осылай таңғы асқа менің пирогым дайын болды. Достар, ал мен бүгінгі енді сіздерге видеоларым,
ауылдың көрінісі, менің осы түсірген рецебім ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мені қолдап ары қарай каналымды дамытуға үлестеріңізді қоссаңыздар өте қуанышты боламын. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.